Ассаламалейкум, қадірменді, құрметті, жақсы көретін мен достарым, қалайсыздар? Амансыздар ма? Міне, форматтарыңыз ауысты депші. Вот, бүгін 23 ноябрь, сағат 9:46, бірінші заказға кетіп баратырмыз. Алматыда жаңбырлы түнде жаттанамын деген сияқты. Долгая поездка дейді, Леруа Мерленнен мебель алып кетеміз ау деймін. Мебель ма, или тоже стройматериал ма екен деп барайын. Сол, қазір көретін боламыз. Жаман жолдармен кетіп жатырмыз. Жігіттер, көптен бері жоқ өтін, кешіріңіздер. Тойда болдық. Анда болдық. Категория Е-ге ұқсайсын дегеннен кейін депрессияға кіріп кеткенсің ғой. Қуасың жаңа жерде. Сол, давайте лайк басып қойыңдар жігіттер. Бірінші тапсырысты алдық. Мінекей Леруа Мерлен. Ол қандай тапсырыс? Кішкентай. Кішігірім декор мебелдар. Келіншек қыздар жақсы көреді. Ал, кеттік. Бізге 1 сағат 55 минуттық сапарды көрсетіп тұр. Қайда барамыз? Бай, қалан жор жағына ғой. Жақсы, тәуекел, кеттік. Не, жалпы қалайсыңдар жігіттер? Нормани ма бәрі? Нормани ма? Ошын комментарийдің ішінде бір анандай кісілер бар екен. Бауырым салмақтырақ сөйлешті. Тағы да айтам, оламаса қарамай қойыңыздар. Оған бір зорлық, зомбылық, революциялық ештеңке жоқ. Ұнаса қараңыздар, ұнамаса қарамаңыздар. Біреулер айтады, категория Е-ге ұқсап, даусын сондай болып кетті, бауырым ренжіме дейді. Енді қайтеміз, ол жігітті де қарайым, ол братан молодец, ол кәм Европадан фуралар қуалап жүр. Енді ұқсаймын деп ұқсамайсыңдар, ұқсап қалады. Может, ол маған ұқсайды шығар, ал, не істеп аласың? Сол, так что тілім бар екен деп көп әңгіме айтып қойып жүрмеңіздер. Так бәрілерің тегірдісіңдер ғой, жақсы көрем бәріңді. Лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, видео шықпай қалса, братан видео қайда деп сұрайтын браттардан, тигір жандардан айналайын. Сол, кеттік. Яндекс күнделік. Сіздер лайк басасыз, мен газ басам. Бірінші заказ бітірдік. 4310 теңге болды. Аз болып тұр. Почему-то. Сол, кеттік ары қарай. Бүгін бір максимальный жасап көрейік, қанша шығатын. Давайте. Ары қарай басамыз. Қалан, төбе жағында жүрмі, көрейші. Бағана үй жақтан шығып келе жатыр едім. Очередной виндом деп батя айтқан сәр. Очередной заказ. Тағы бір заказ. Ал, безналичный дейді бұл жерде. Бізге де керегі сол. Таудың үстінде жүрсің. Короче, ауылдағыдай же. Достар, алатын жерге келіп тұрмыз. Бұл жерде безналичный оплата, сосын грузчик керек деп. Көреміз қазір қанша ақша шығатын. Так, достар, шконтай итті көшіріп жатырмыз. Ырзасын баш. Сол, кәбінің ақшасы қанша өткен көреміз тоже. Маңғырсы иттің заттары ғой бәрі. Базар жоқ. Менде бұндай заттар жоқ қой.
Россиядан келген корейстер екен. Мына машинадан бөлек тағы да мындай машина заказ берген. Жігіттерің, қыздарың молодец, молодец бәрі. Издіне мынандай грузовой машинаға береді да, өздері андай машина береді. Ана кетті. Жаңа иттің үйіне апарып тастадық. 6310 теңге шықты. Ой баш. 5-ші этажға көтеріп аңқылдап қаласың ғой. Ары қарай кеттік. Кейде грузовой мен заказ берген кезде грузчик дегенді қоспаған адамдар өтіріктен төбет ете салады. Ой, мен білген жоқпын, анау деп. Мен тасып бере салыңызшы деп. Бұндай кезде айтасың, әңгіме жоқ. Үстінен 1000 теңге болсыңыз, тасайым дейсің. Сонымен өзі дома болады да. Базар жоқ, егер үлкен кісі көрініп тұрады ғой, шамасы келмейтін кісілер болса, мен ондай ақы сұрамай-ақ көмектесемін. Кейде болады, бетіңе бақырайып тұрып, өтірік құлақтан ұрып тұрып айтатын адамдар. Оларға айтасың, 1000 теңге төлеңіз, ештеңке демей көтеріп берем деп айтасың. Бір жағынан маған жақсы, ақша болады, еще физкультура. Рахат емес пе? Біз жақтан күн шығады емес пе? Деш. Алматыда кәдімгі романтикалық күз болып отыр ғой. Жаңбыр жауы, қыздар зонтикпен танысуға возможность бар. Достар, друзьяластар, экрандастар, 3-ші тапсырыс. Көпте уақыт өткен жоқ, жаңа бірінші тапсырыстың ортасында екеуінде 45 минут өтсе өткен шығар. Сол Бәйтерек деген селоға дейді. Ужас, алыс жер емес па деп қоям бір ойымша. Так, мына жерде біз второстепенный екенбіз. Өтіп кетейік, ағайындар. Сол қазір көреміз, бұл қайыққа барады екен. Село Бәйтерек деп тұр енді, қай Бәйтерек екен қазір заказды алып жүргеннен кейін білетін боламыз. Ал сіздер менімен болыңыздар. Одан кейін алдағы күндерде бір өзіме челлендж сияқты қойып 50 мыңға дейін шығарып көру керек та. Көптеген подписчиктердің сұрақтарына жауап ретінде бір күнде қанша шығаруға болады дейді. Соған байланысты видео шығарам. Бір күн азаннан кешке дейін 12 сағат жұмыс істейміз. 12 сағатта қанша табыс табатынымызды көретін боламыз. Егер сондай видео керек болса, достар, лайк басып қойыңдар. Жақсы, жаман комментарийларды жазып қойыңдар. Сосын көреміз. Кешке хабарласам ғой. Давайте. Паркелда мана Формула 7 деген жерден Шакманға 2 баллон алып шықтық. Мынау машинаның ішінде сияды екен ғой, дейді. Айттым ғой, біраққан Қазақстан жарсындық жүрсін болды. Реттеп салатын болсаң, деді. Сол. Қазір көреміз, қай жаққа баратын 1 сағат 25 минут жүреді екенбіз. Вот, жаңа айтқанымдай Бәйтерек деген селоға кетіп баратырмыз. Ол Бәйтерек деген, в общем, Красный Поляның ар жағында. Красный Поля қайда дейтін болсаңдар, ол Алматының жанында. Сол достар, комментарийларды оқып жатырмын. Керемет, мықтысыздар. Күшті комментарийлар жазасыздар, бірақ ішінде кейбір персонаждар бар, иә. Жақсы, оған мән бермейміз. Әңгіме айтайықшы. Әңгіме дүкен құрайық. Әңгіме дүкен супермаркет. Дүкен магазин. Магазин это азық-түлік. Шай батсаң. Сол. Бізде ағайындар бар екен, Шымкенттен шығып жасап жатырмын, нормально деп. Сол достар, ең қалай түсіндірсем болады? Ең
жақсы жұмыс, ол өзіңе істеген жұмыс та ол. Мысалға, ешкімге тәуелді болмай, енді әркімнің жағдайы әртүрлі, бірақ соған талпыныс жасау керек та. Ертең күні свободный график, например. Мен мысалға той басқарам, жаңағы стендапқа шығам, и осы жұмысым бар. Одан бөлек сценарий жазам. В общем, жұмыстар көп. Қалған жұмыстарды істей бер, мына жұмысты істемей қойсам да болады негізі, бірақ өзіме былайынша айтқанда рахат алам да. Алматының ішін шарлап, адамдармен сөйлесіп, құрым машина айдап жүргеніңе саған біреу ақша төлейді да, машина айдап терезеге қарап отқаныңа. Керемет нәрсе емес пе? Сондықтан да, достар, барынша қолдау, лайктап жүріңдер. Көп адамдар подписаться етпей қарайды екен. Сондықтан да каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоларды тоқтатпай салуға тырысамын. Сіздерге де қызық деп ойлаймын. Әлде қызық емес пе? Бүгін кешке қарай стендап, жаңа айтып өткендей, сол жерге бір 2-3 материал дайындаймын. И мынандай бір нәрсе сатып алдым. Елдің бәрінде тұр. Неге менде тұрмасқа? Сәл-сәл Мұрат Әділда болып баратқан жоқпын ба? Болмайтын әңгімеге айтып. Так, бұл заказды да аяқтадық. 5910 теңге. Оплата получена. Продолжить. Все. Ал, біз Бәйтерек ауылындамыз. Бәйтерек ауылындағылар қарап жатқан болса, деп қойыныр. Сосын лайк басып қойын. Кеттік қалаға қарай. Так, достар, 4-ші тапсырыс келіп түсті. Біз қазір аэропорт маңындамыз. Жаңағы Бәйтеректен заттарды апарып, тастап, келіп аэропорт жаққа бұрылып едім ма. Сөйтсем, жаңа заказ келіп тұр. Онан қызды қарандар. Әлләй болып кетіп батыр, әлләй. Попа, кішконтай попа. Қазір бұны көреміз, бұл қандай не екен. Яндекс соңғы өлем түсінбей жүрмін, мына жерде требование дегенге нужен один грузчик деп жазып қойғанда. Бірақ андай бағасына қосылмайды. Странно деп қоясың. О, братвалар кетіп батыр кәм, семен тасып. Қазір көреміз онда, достар. Давайте. Так, келдік деттеген жерге. Так, басыңыз. Осы жерде дейді. Біз көреміз. Так, бұл тапсырысты да алып қайттық. Алып кетіп бара жатырмыз. Қайттық деп. Қайтқанда қайқа қайтасың, әлі сағат 2:30. Мынандай Қытайдан келген дүниелер ғой. Выбашканы басуды ұмытыппын. Получена, готово. Сұрақтарың көп екен бала бар ғой. Кет бар. Let's then go. Сіздерден лайк. Қарап отсындар ма жалпы? Нормальный ма? Шай ішіп отқан болсаңдар, астан дәмді болсын жігіттер. Вах, деп тұр шайды. Шай дегенде бит бар ма? Или оны етке ғана айтамын. Шайға да айта берейік та. Сол да астарын дәмді болсын. Аппетиттерің ашылсын. Біз кеттік. Так, достар, Алмалы бақ деген поселокқа келдік. Мына жерге түсіру керек екен. Қазір осы жерге тоқтайық. Артпен берайық, сосын түсіріп алады өстіріп. Так, бұл да аяқтадық. 8180 теңге. Ары қарай көрейік. Так, 4 заказға, достар, 20.445 теңге. Сол,
стройка екен, балшық. Жіппен жүру керек қой, бірақ біздің Дамаста вездеходта кіріп кете бірақ таңғы бұл жерге ше. Ойлашы, мынаяқтан келмейші. Мынаяқтан келмейші. Адасып кеткесін, мына руын емес. Так, 4 заказымыз 20 мың теңге болды. Ары қарай қазір көреміз. Уақыт деген сағат 4 болып қапты. Жайлап үй жаққа қарай жылжимыз ғой деймін. Өйткені киініп, жуынып, шайынып, сақал мұртты алып дайындалу керек. Стендапқа алба жолба болып шықпайсың ба, да? Міне мынаяқтан. Давайте. Лайк басып қойыңыздар. Так, достар, бағанағы заказдан кейін бітті жұмыс. Қазір сол басқа жұмыстарға кетіп бара жатырмын. Сол қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға, үйлеріңізге береке берсін. Осындай жұмыстар жұғысты болсын. Әр қазақ байысын. Давайте.